Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, менің көрермендерім. Мінекей, мынау кәдімгі біздің картоптың сүзілген түрдегісі, мынау шырана крахмал. Осы біраз тұра өсіп қара түске айналады екен. Кәдімгі қарап отырсаңыздар, крахмал түбіне әппақ болып жатады екен. Осы халық айтса, қалып айтпайды дейді. Осы халықтың қолданып жүрген асқазан ауруына мыңда бір ем. Енді аға, өзіңіз айта кетсеңіз, бұны сіз қайдан естідіңіз? Бұл менің асқазаным ауырғаннан кейін бір жолдас баламның да асқазан ауырған. Соны картошканы соковый жиналкадан өткізіп, крахмал суын алып картошканы. Соны таңертең ашқарақта ішу керек. Содан асқазан жазылды. Жоқ, қанша көлемде іштіңіз? Бір стакан ішсем күніне жетеді ашқарақта. Кешке? Кешке де ішуге болады. Екі рет, е? Иә, екі рет. Енді ол асқазанның ауырғанына байланысты, енді қатты ауырып отыр, екі рет, е? Ол действительно жазылып кетеді. Қанша күнде сізге кәдімгідей ем болады? Бір-екі күнде асқазан ауырмай ауырмайтын болады. Өте жақсы ем, пайдаланыңыздар, көріңіздер. Асқазаныңыз қалай ауырды сонда? Кепкен сияқты болып, кәдімгідей бұраңқырап ауырды. Соны екі-үш рет, екі күн ішкеннен кейін ақ ауырғанын қоя бастады. Жақсы ем, пайдаланыңыздар. Картошканы соковыжималкадан өткізуге де болады. Кейбіреулер массировкадан өткізеді. Соның крахмалын алып сұйықтығын сүзіп ішеді. Сонда бұл картоптың шырыны кәдімгідей көп мөлшерде шыға ма, әлде қанша картоп кетеді осы бір өлкеге? Кәдімгідей қанша картошканың көлеміне байланысты ғой, қанша картошка болса сонша су шығады. Сығып соковыжималкадан шығарасыздар, сүзесіздер. Болмаса марльмен де өткізіп, марльмен де сүзіп алуға болады. Ал қай өңірдің картоп дұрыс? Сіз өзіңіз енді Нарынқолдың тумасы болғаннан кейін Нарынқолдың картопын жарнамалап кетпейсіз ба? Өзімше Нарынқолдың картошкасы жақсы ма деп. Таза экология, таза жерде өскен дейсіз. Таза картошка болу керек өйткені. Нитратсыз кәдімгі болады, тыңайтқышсыз өскен картошкалар өте ем болады. Сол мен сізден естіп, осы күні кеше естіп, анашыма телефон қоңырау шалып, асқазаным 2-3 күн ауырып жүрген. Осыдан ішті. Кеше бір күн ішті, ертеңгісін кешке. Бүгін таң атпасам сұрасам, жақсы болып қалды асқазаным, бір ішкеннен. Енді ем болсын. Құлақтарыңызға алтын сырға, асқазандарыңыз мазалап жүрсе, өстіп ішіп көріңіздер.